қай жастағы адамдар бұл тәуелділікке жиі ұшырайды? Енді көбінесе бұл жастар болады, әрине. Өйткені осы уақыттың қадірін түсінбегесін көбісі жастар ұшырайды. Бірақ әр жастағы адамдарда үлкендеу кісілер осындай нәрсеге ұшырауы мүмкін. Әсіресе мысалы пенсиядағы кісілер. Өйткені олардың қазіргі айтқанда уақыты көп, солай көрінеді, уақыты көп. Өйткені жұмыстан бос деген секілді. Бірақ бұл нәрсеге не істемеу керек, үлкен кісілер алданбау керек. Уақытым көп деп, TikTok, тағы не бар, Instagram деген секілді нәрселерді көп өткізбеу керек уақытын. Сол себепті бұл жерде енді әрине басым көпшілік жастар, бірақ та үлкен кісілерде жиі кездеседі. Осы интернетте отырғаны байқалады. Барлығына айтарым, уақыттың қадірін түсініңіздер.